Сәлем, әлем, қош келдіңіздер. Ариалчы Шымкент парақшасына қараңыздар. Не деген тамаша үйіміз обзор жасалынуда. Дайын үй 2006 жылы салынған. Кіріп тұра бересіз, бос тұрған үй, 10 соттық жер телімі. Барлық хош постройкасы бар, есігінің алдының бәрі осындай ухоженный аула, гараж, жазғы санторап, цоколі бар, летняя кухнясы бар. Қараңыздар, осындай керемет үйіміз толық обзор жасалынуда. Өте керемет ландшафтный дизайн. Мынау жаңағы гаражы. И мынау біздің задний двор. Қараңыздар, не деген тамаша задний двор. Анау жазғы санторап. Үйіміздің көрінісі мінекей әрбір көрерменіме Аллахым осындай үйлер бұйырсын, жұғысты болсын. Бұл біздің барбекю зона. Үйіміз где-то 300-400 шаршы метрді құрайды. Мынау летняя кухнямыз. Қараңыздар, өте керемет үлкен летняя кухня. Тамаша террасасымен. Мынау раздвижной ашылады, жабылады. И мына жақта барбекю зонамыз. Бұның да өзінің жеке есігі бар. Өте ыңғайлы үй. Осындай обзор жасалынуда. Қазір үйдің ішін бірге обзор жасайтын боламыз. Үйіміз 3 деңгейлі. Қараңыздар, не деген керемет табиғатымен үйіміз. Бұл негізі парадный вход алдында. Қазір біз артқа ауладан кіретін боламыз. Осындай шағын ғана террасы. Кірген кезде мына үйіміздің прихожая, шағын прихожая, айнасы, гардеробный. И және бірінші қабатта бір жатын бөлмеміз бар, үлкендерге арналған. Өте тамаша үлкен спальня, өзінің жеке кондиционер, аулаға қарайтын есігі бар. И мынандай керемет холл, витражный есік терезелерімен. И және мына жерде бірінші санторап. Осындай санузел, қол жуатын жер. И мына жақта бөлек-бөлек тағы бір санузел. Мына жерде және бір тоже санузел. То есть бұл душ саунасы екен. Енді және осындай керемет холлымыз, терраса. Бұл жерден мінекей алдыңғы аулаға кіріп кетеді. Тамаша ауламыз, навесіміз бар есігіміздің алдында. И және қараңыздар, керемет бұл террасадан яқты үлкен қонақ күтетін осындай тамаша залымыз бар. Не деген кең зал бөлмесі. Аның бәрі панорамный терезе. Қараңыздар, аулаға қарайтын. Өте керемет дизайн. Везде паркетный полы. Мінекей зал, холл. Қараңыздар, өте тамаша проект. И және негізі мынау біздің парадный входымыз осы. Бұл жақтан парадный входтан кіреміз. Мына жерде бізде бір кабинетіміз бар. Осындай шағын ғана жатын бөлме қылып жерсе де болады. Кірген кезде бір бөлме. Мынау кіреберіс, лестница цокольға. Мына жерде тағы бір кең санторап. Мынау гардеробный. Сонымен қатар қазір екінші этажға шығамыз. Екінші этажда біздің жатын бөлмелер орналасқан. Ал баспалдақпен екінші қабатқа шықтық. Шыққан кезде сол қанатымызда біздің бірінші осындай әдемі ванная комнатамыз. Қараңыздаршы, оригинальная ванната. Төбеміз біздің как мансарда болып кеткен санторап. И және бұл жерде жатын бөлмелеріміз орналасқан. Шағын ғана мінекей бір жатын бөлме.
балдарға арналған толық жиһаздармен жабдықталған мынау екінші жатын бөлмеміз. Кең екен бұл бөлмеміз. Кондиционер бар өзінің. Және үшінші жатын бөлмеміз. Төбеде бізде осындай 3 жатын бөлме. Мінекей қыздарға арналған әдемі жиһаздармен. Енді кеттік цокольді көрейік. Мына цокольный этажға келетін болсақ, осындай шағын ғана коридордан котельная, бір кладовка, мынандай санузел котельный, цокольда да өте үлкен санузел, стиралка орнатылған. Және мінекей сап-салқын бір бөлмеміз бар. Мына қараңыздаршы. Осы жерде де бір осындай залымыз бар. Ал сонымен қатар толық обзор жасалынып бітті. Үйімізде видеонаблюдение бар, қараңыздаршы. Не деген тамаша. Әрбір көрерменіме Аллахым осындай үйлер жұғысты болсын. Үй іздеп жатқан достарыңыз болса, осы сілтемені жіберіп қоюды ұмытпаймыз. Барша қазағым үйлі болсын, баспаналы болсын.